Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен талқылайтын тақырып бұл ақшаның келуіне кедергі 5 нәрсе. Яғни достар, осы видеоның соңына дейін көру үшін алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ақшаның келуіне кедергі 5 нәрсе. Яғни сіз өзіңізде, жалпы өміріңізде молшылық болғанын қаласаңыз, онда мына 5 әрекетті қайталамаңыз. Біріншіден, қымбат, яғни қымбат деген сөз. Сіз мысалы бір магазинге кірдіңіз, сіз алатын зат сіз үшін қымбат болып тұр. Ой, мынау қымбат екен, мен бұны басқа жақтан ала салам, басқа магазиннен көре салам, ана жақта арзан, мына жақта арзан деп ойыңыз өзгеруі мүмкін. Сол кезде сіз, яғни қымбат заттан қашқан сайын, сіз арзан затқа жолға бересіз. Және екіншіден, бұл қарыз бермеңіз және қарыз алмаңыз. Сіз біреуден мысалы қарыз аласыз. Сіз қарыз алған сәтте обязательно ойыңызда, сіздің миыңызда негативный ой болады. Яғни бұл қарызды қайтару керек. Яғни ана адам сізге жазған сайын, немесе звондаған сайын сіз одан қарызын бермей жатып, хабарласуға, хал жағдайын сұрауға да қысылып жүретін боласыз. Екіншіден, қарызға бермеңіз. Яғни сіз біреуге қарызға бермеңіз. Яғни сіз біреуге қарыз ақша беретін болсаңыз, бұл да сіздің ақша потогыңызды жабуға үлкен үлесін қосады. Яғни ақша потогына әсер етеді. Яғни мысалы сіз біреуге қарыз бересіз, яғни ол уақытылы қайтармай қалуы мүмкін, немесе вообще қайтармай қалуы да мүмкін. Яғни сіз ақша берсеңіз біреуге, ол да сіздің ақша келу потогыңызға, яғни әсерін тигізеді. Және келесі бұл кедейлік жоқшылық, яғни өзіңізді бұндай деңгейге түсірмеңіз. Кедейлік жоқшылық. Мысалы, менде ақша жоқ. Мен осылай жүрем. Маған осылай да болады деген сөздерді ешқашанда айтпаңыз. Сөздік қорыңыздан алып тастаңыз. Сонымен қатар бұл сізде реттілік болу керек. Яғни ешқандай жер үйіңізде бардак болмау керек. Мысалы, шкафтың ішіндегі заттарыңыз, ыдыстарыңыз барлығы рет-ретімен өз орнында тұру керек. Және шаң, ондай үйіңізде жалпы таза тұру керек. Яғни таза тұрған жерге ол ақша өзі де келе бастайды.